Ал сонымен бүгін бізде 15 сәуір. Ә, Мына біздің сабақ жалпы 7 сәуір басталған. Үй жұмысы берілген болатын мінекей. 6 сынып деңгейі, 6 сынып бойынша осы сәуір айынан бастап жұмыс жасаған кезде мінекей осындай бағытта жұмыс жасаймыз. Яғни мынау 6 сыныптың кітабы міне 115 бет. Және біз осы кітапты алтылар тура қазір мектепте өтіп жатсыңдар. Яғни біздің сабақтың мақсаты осы мектепте өтіп жатқан тақырыппен байланыстыра отырып алтыларға қазірден бастап жаңағы ұбт есептері, жоғары деңгейлі есептер, солардың барлығын үйрету. Сонымен бірінші мен мына 115 беттегі осы есептерді түсіндірейін. А тобы бұл қиын есеп емес. Сонымен бізде былай 1169 есепке келеміз. Біріншісі айтады: сандардың арифметикалық ортасын, ауытқуын және медианасын табыңдар дейді. Сонымен бұл толығымен түсіндіріледі қазір. Сандардың арифметикалық ортасын, ауытқуын және медианасын табыңдар деген кезде бізде біріншісі былай болады: 524 қосу 346 қосу 486. Мына үш санды қосамыз да қанша сан соған бөлеміз. Біз былай жасайық. Мен қазір біріншісінде, екіншісінде, үшіншісінде түсіндіріп тастасам, ол дұрыс болмайды. Мен қазір жай ғана бұның былай басқаша сақтап қояйын. Қазір мен біріншісін түсіндірем, екісі, үші, төрті келесі үй жұмыстарында болсын. Солай қызығырақ жұмыс болады, әрі бізде ұсынатын ұбт есептері де бар. Сонымен мен аны басқаша сақтаймын. Қазір мен сақтай салайын. Так, біз Ж тобымен жұмыс бізде. Сонымен ол біздің екінші сабағымызға кетеді. Мен қазір екінші сабақтың үй жұмысында да дайындап отырамын. Бұл бізде бірінші сабақ болады. Екінші сабаққа мінекей мынаны мен сақтап қоя салам. Солай дұрысырақ болады. Біріншісін түсіндірем, екіншісі үй жұмысы болсын. Бізде сонымен арифметикалық ортаны табу үшін үшеуін қосып үшке бөлесің. Төртеу болса төртеуін қосып төртке бөлесің. Сонымен бізде 524 қосамын 346. Сол кезде 4-ке 6-ны қоссам 10 бір ойда, 2-ке 4-ті қоссам 6, ойдағы мен 7 болады, 5-ке 3-ті қоссам 8. Сосын 870-ке 486-ны қосамын мінекей. 0-ге 6-ны қоссам 6, 7-ге 8-ді қоссам 15 бір ойда, 8-ге 4-ті қоссам 12, ойдағы мен 13. 1356. Сол 1356-ны 3-ке бөлем. Бағандап бөлем. Үй жұмысын орындағанда бағандап есептеулерін кәдімгі көрініп тұрсын. Соны айтып қойын. Сол 1356. Мында бізде 4-тен береміз. 4 3 12, азайтамын 1 15. Мында 5-тен береміз. 15, мына жақта 0 болады, 6. Сонда 6-ны 3-ке бөлсек, бізде 2 болады. Сонда 2-ден береміз. Сонда бізде арифметикалық ортасы 452. Бұл өмірде әртүрлі салада қолданылатын болады. Ол мысалы орташа баға, орташа салмақ. Мысалы орташа баға десек, бір тауар 524 теңге, бір тауар 346 теңге, бір тауар 486 теңге болса, орташа бағасы 452 теңге болады. Бұл арифметикалық орта. Ауытқу деген кезде ең үлкен, ең кішіні азайтасыңдар. 524-тен азайтасыңдар 346-ны. Арасында мынау ең үлкен, мынау ең кішісі. Мынау үлкен емес, кішісі де емес. 524-тен азайтамын 346-ны. Сонда 14-тен 6-ны азайтамын, болады 8. Жаңағы мына жерде бірін берген, мына 2 бірін берген болатын. 11-ден 4 азайтатын болсам 7 болады. Мында 4-тен 3 азайтсам бізде 1 болады. Сонда ауытқуы 178 болады. Бұл оның ауытқуы. Мінекей жауабы деген кезде жазып қоясыңдар.
Одан кейін медианасы. Медиана деген кезде ол былай болады. Сандарды өсу ретімен қоясыңдар. Бірінші, ең кішісі 346, одан кейін 486, одан кейін бізде 524. Сонда медиана деген тура ортасындағы сан болады. Ол бізде 486 болады. Мінекей. Осының бірін мен түсіндірдім, мінекей. Ал енді сендер екісін жасау керек боласыңдар. Ал жалғастырамыз. Екісі үй жұмысына беріледі. Енді келесі 1170-те де мен дәл солай жасайын. Мінекей. Екісі, үші, төрті үй жұмысы болып беріледі. 1170-тің біріншісі. Бұл жерде тапсырма тура сол ғой. Арифметикалық ортасын, ауытқуын және медианасын дейді. Сонда бізде арифметикалық ортасын табу үшін 107, 122, 113 үшеуін қосамын. Және оны үшке бөлемін, өйткені үш сан болып тұр. Бағандап есептеуін жазыңдар міндетті түрде. Сонымен 107-ге қосамын 122-ні, 7-ге 2-ні қоссам 9, 0-ға 2-ні қоссам 2, 1-ге 1-ді қоссам 2, 229. Оған қосамын 113-ті, 9-ға 3-ті қоссам 12, бір ойда, 2-ге 1-ді қоссам 3, ойдағы мен 4 болады, 2-ге 1-ді қоссақ бізде 3, 342. 342-ні бөлемін 3-ке. Бір болады, мұнда 3-тен 0, 4, 1-ден беремін, азайтамын 3-ті, 12, 114 болады екен. Сонда бұның арифметикалық ортасы 114. Мінекей. Жауабына жазасыңдар 114 деп. Одан кейін ауытқу деген ең үлкен, ең кішісі. Ең үлкені бұл жерде 122 болады. Мінекей. Астына жазып қойын. Жанына жаза берейін. 122-ден азайтамын 107-ні. 122-ден 107-ні азайтамын. Сол кезде 12-де, 2 бірін бет, 12-ден 7-ні азайтамын 5. Және мұнда 1-ден азайтамын, 1-ден азайтамын 1. 1-ден азайтамын 0 болады. Сонда оның ауытқуы 15 болады, мінекей. Одан кейін келесі медианасы. Өсу ретімен жазасыңдар 107, одан кейін 113, одан кейін 122. Сонда оның медианасы тура ортасындағы сан 113 болады. Мінекей. Келесі есептерді шығарып көресіңдер. Келесі есептерді қарайсың, сұрақтар туындаса сұрайсыңдар, мінекей. Солай бір курс сияқты жүреміз ғой, жалпы айтқанда. Одан кейін 1171. Сұрақтар болса, жекеге жаза береміз, сұрақтар болса. Мұрат балық аулауға барғанда 3 балық ұстады. Біріншісінің салмағы 0,125 килограмм, екіншісінікі 0,205 килограмм, үшіншісінікі 0,118 килограмм. Балықтардың орташа салмағын табыңдар. Тура арифметикалық орташа салмақ, неке тура бағана айтқанымыздай, 0,125-ке, 0,205-ті, оған қосамыз 0,118-ді. Соны бөлеміз 3-ке. Сол кезде бізде оның арифметикалық ортасы шығады. Бағанда есептеуін тағы да жазамыз мына жақта. Мына есептің шешімімен мына жаққа жазып қойын. Ал бағандауын мына жақта шетте тұра берсін. 0,125 қосамын 0,205. Бәрін бірақ қоса салайын 0,118. Мына жерге 0 жалғауға болады. 5-ке 5-ті қоссам 10, 10-ға 0-ді қоссам 10, 0-і түсіп бір ойда. 2-ке 0-ді қоссам 2, оған 8-ді қоссам 10, ойдағы мен 11, 1-і түсіп бір ойда. 1-ге 2-ні қоссам 3, 3-ке 1-ді қоссам 4, 4-ке ойдағы 1-ді қоссам 5 болады. Мынау 0 болады. Енді осыны бөлемін 3-ке. Сонда 0 бүтін ол 0 бүтін болады. Өтір 5-ке келетін болсақ 1-ден беремін. 3 бірім 3, 2, 21. 21-ді 3-ке бөлемін 7 болады. Сонда 21. Мына 0-ді жазбай қоюға болады. 0,117 килограмм. 1070 дегенде де қате емес, 0,117 килограмм. Мінекей жауабы шығады.
Енді ары қарай келесі мәтінді есеп осыған ұқсас. Жәшіктегі апельсиндердің салмағы 21 килограмм. Егер жәшікте 125 килограмм апельсин болса, онда бір апельсиннің орташа салмағы қандай? Бір апельсиннің орташа салмағы қандай? 25 апельсин. Жәшіктегі апельсиндердің салмағы 21 килограмм. Жәшікте 25 апельсин болса, онда бір апельсиннің орташа салмағы. Бізде былай болады. Демек, 21 килограмм дегеніміз ол бүкіл апельсиндердің қосындысы. Соны 125 апельсинге бөлеміз, сол кезде бір апельсиннің орташа салмағы қанша екендігі шығады. Сонымен 21-ді бөлемін 125-ке. Нөлден берем, өйткені жетпейді. Өтір қоямын. Нөл жалғаймын. Бірден беремін, 125 болады. Азайтамыз, 10-нан 5-ті азайтамыз, 5. Мына жақта 0 болған, 10-нан 2-ні азайтамыз, 8. Содан кейін бізде мында 1-ден азайтсам 0, 85. Нөтір жалғаймын, 125. 8-ден берсем асып кетеді мынаушы. 7-ден береміз мына жерде. 7-ден бер көреміз немесе. 7-ден бер көрейік. 7 бесім 35, 3 ойда. 7 2 14. 14-ке 3-ті қоссақ 17. 7 түсіп 1 ойда. 7 1 7, 8. 7-нің өзі асып кетеді екен. Демек бұл жерге 6-дан береміз. 6 бесім 6 бесім бізде 30, 3 ойда. 6 2 12, ойдағы 3 пен 15, 1 ойда. 6 бірім 6, 6 бірім 6, ойдағы 1 мен 7. Азайтамын, бізде 100 шығады. Енді ары қарай, мына жаққа 0 жалғайтын болсаңдар, негізі 125-ті 8-ге көбейтсең 1000 шығатындығын жаттап алсаңдар, оның көп көмегі тиеді. Бұл жерде 8-ден беретініміз анық. 8 бесім 40, 4 ойда. 8 2 16, 16-ға 4-ті қоссақ 20 болады. 0 түсіп 2 ойда. 8 бірім 8, 10. Мына жақта 1000 болады. Сонда бұл 0,1000-нан 168 килограмм болады. Жауабы осындай болады. Енді келесі видеода мінекей қазір жасаймыз ол видеоны, қазір көресіңдер. Ол жерде осы есептерге байланысты ұбт есептері болады.